еңбегі мадаққа әбден лайық. Мұғалімнің қадірін қарапайым жұрт пандемияның арқасында біліп қалды. Басқа түссе баспақшыл деген. Көрді, көнді, жеңді. Төтенше жағдайда білім берген бір жылда қалды артта. Десек те бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Білім жүйесі қайталанбастай түрленді. Жаңа көкжиекті көзбен көріп қолмен ұстаған мұғалім де, оқушы да ескіше оқып, баяғыша оқытқысы жоқ. Егемен Қазақстанның одан әрі дамуы үшін әрине біз білімді ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Бүгінгі заманның сұранысына сай болып, түрлі мамандықтарды игеріп, тез бейімделетін, тез ойлайтын, сыни санасы дамыған тамаша ұрпақ тәрбиелеу енді мұғалімдердің әрине басты міндеті. Оған ата-аналар арасында да дәл осындай көзқараста болатын ата-аналар көптеп қосылатын болса, міндетті түрде бұл іс нәтижелі болады. Тас түскен жеріне ауыр. Цифрландыру саясатын әлесу, ақпараттық технологияны жүре меңгеру ұстаздардың қолынан келді. Жасы да, жасамысы да жанталаса оқыды, ізденді. Білім және ғылым министрлігі тарапынан барлық біздің осы пандемия кезіндегі жаңа қашықтан оқыту жүйесін меңгеруге министрлік тарапынан барлық нормативтік, құқықтық, методикалық нұсқаулықтар мен ережелер дер кезінде қабылданып, мектептерге жеткізіліп отырды. Жаңа тәсілдерді меңгеру, ақпараттық технологияларды меңгеру, осының барлығы біздің жаппай барлық сабақтарда барлық пән мұғалімдер енгізу әрине үлкен жаңашылдық болды. Осыны үлкен абыроймен біздің педагогтарымыз алып шықтық деп айтуға болады. Ұстаздардың жанкешті адал еңбегін бағалаған Сұлтан магазин журналы Егемен елдің қайраткер ұстаздар атты кітапты шығарды. Туындының тұсаукесері сән салтанатымен өтті. Республикамыздың тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тамаша кітап жарық көрген екен. Егемен елдің қайраткер ұстаздары. Альфа және Z ұрпақтарының ерекшеліктері теория ретінде мінекей зерттелген екен. Тамаша сыйлық. Менің ойымша бұл тек қана мұғалімдер үшін ғана емес, сондай-ақ ата-аналар үшін де өте керекті, пайдалы кітап болады. Педагог мәртебесі заң аясында мына қазір үлкен жан-жақты шаралар, барлық мәртебесін жоғарылатудағы істер елімізде атқарылып жатыр, іске асып жатыр. Сондай-ақ мемлекеттік академиялық филармониясында бір айға жуық тамашаланатын білім фотокөрмесі ашылды. Балабақша болашаққа бастар жыл көрмесі Нұр-Сұлтан қаласы бойынша осымен қателеспесем 4-ші рет өткізіп отырмыз. 4-ші рет осы қалып қойған балабақшалардың сұрауымен өткізіп отырмыз. Бұл көрмеге тек қана Нұр-Сұлтан қаласы емес, Алматы қаласында балабақшалар қатысты. Бұл лайв форматтағы суреттер. Балалар ойнап өзінің оқуын оқып, шаруаларын жасай береді, біздің фотографтар лайв форматта түсіреді. Бұл жердегі мақсат бала менен тәрбиешінің арасында шынайы қарым-қатынасты көрсету. Қарагөз Айдаш идея авторы әрі ұйымдастырушы. Ол басқаратын халықаралық басылым еліміздегі білім саласының тыныс тіршілігін айшықтайды. Әр баланың, әр тәрбиешінің жеке-жеке тыңдай отырып, соларға ақыл кеңес бере отырып, баланың нағыз мына сабақ үстіндегі керемет мына бір образдағы бейнесін дайындамай, дайындық үстінде дайындап, алдын ала дайындап түсірмей, сол моменттегі болып жатқан жағдайды алу, ол өте керемет нәрсе. Білім беру теориясының жаңа форматта көрсетуі талқыланып жатыр. Осыған қолдау көрсеткен білім министрлігі Асхат Айтмағамбетовқа және мынау осы Нұр-Сұлтан қаласының білім басқармасы Шәкәрім Толыбайұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі түскен дүниесі ертеңгі тарих. Мынау ұштастыру осы жағы өте жақсы қаралды. Ұстаздар барға қанағат ете білетін қауым. Адал еңбектің үлгісі де солар. Мұғалімнің мерейінің үстемдігі қоғам мәдениетінің кепілі.